Жақсы, енді мына бастырылу деген нәрсе болады. Қимылдай алмай қалдым, бәрін сезіп жаттым, не калим айта алмадым, не Фатиха сүресін, не аятул курсиді айта алмай қалдым, бастырылдым, қозғала алмай қалдым, демала алмай қалдым деген сияқты жағдайлар болады. Осыған тоқталсаңыз. Бұл ғалымдардың айтуы бойынша бұл әл-жассум деген жынның түрі. Негізі оның мақсаты сол ұйықтап жатқан адамды қысу негізі. Енді не себепті қысып жатыр, неге ондай болып жатыр деген сұрақтар болды ғой. Неге маған осындай келе береді бұлар деген сияқты. Оның себептер көп. Ғашықта болып қалуы да мүмкін. Сосын андай үйде мысалы музыка көп тыңдайтын үйлерге келеді. Үйде арақ шарап бар үйге кіреді мысалы. Және хадисте білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүйтіп айтқан, үйде мына сурет бар ғой. Адам болсын, жануарлардың суреті болса, ол жерге негізгі көз, ол жерде көздің суреті болса, ол жерге періштелер кірмейді. Яғни сен аятул курси оқысаң да жатарда, ол періште үйге кірмейді, сыртта тұрады. Яғни ол үйге жын кіріп кете береді. Ал жындар мен періштелер бір жерде болмайды ешқашан. Себеп сурет болып тұр осылай. Иә, себеп осы нәрселер болады. Сосын сихр, дуа деген нәрсе болды мүмкін үйде. Бірақ негізгі себептер осы. Сосын мысалы адам мысалы ұрыс керіс үйде көп болса, осындай кезде де болады. Әл-жассум деген жын сол кезде кеп кетеді. Одан кейін мынау тәжірибеде былай естіп жатырмыз, көп жағдайда мынау әжетханада отырғанда кіріп кетеді екен. Көп отырып қалады екен. Өзі айтады, шалмаймын, бір нәрсе байлап тұрғандай отыра берем дейді, әжетімді өтеп бітсем де дейді. Енді хадис айтқандай біз білеміз, иығымыздағы екі періште 7 метр жетпей түсіп қалады. Карам катам періштелер, өйткені плаш жерге кірмейді ғой періштелер. Ол жақта әдептерді айтып түсіндірді пайғамбар, ешқандай сөйлеуге болмайтындығын. Егер біз сөйлесек не болды? Періштелердің кіруіне себепкер боламыз да. Өйткені ол әрбір айтқан сөз жазады дейді ғой. Қиямет күні адам өзінің баяғы айтқан сөздерін бәрін көзіне көрсетеді дейді. Мына бір сөзге шейін айтып қойды ма, жазып қойған ба деген сияқты да. Сол жерде баяғы кіру, шығу тәртіптерін де білмейді екен көп адамдар. Сол аяқпен кіру, оң аяқпен шығу, керісінше үйге кіргенде оң аяқпен кіріп, сол аяқпен шығу деген нәрсені негізі біз енді қазір ойлаймыз, қанша уағыз насихат жетіп жатыр, қалталарындағы ұялы телефонға шейін уағыз насихаттар жеткеннен кейін елдер хабардар деп ойлаймыз ғой. Көп адамдар біле бермейді екен. Білсе де жасамайды бұл амалға. Білсе де жасамайды, мән бермейді. Даже мынау мешітке келіп жатқан кісілердің өзін байқаймыз. Бұлай әжетхана кіргенде сол аяқпен кіреді. Үйге кірген кезде де солай. Ал енді пайғамбар хадис бар емес пе? Үйге кірген кезде сыртта бізге көрінбеген жындар тұрады. Бисмилла деп кіріңіздер дейді, үйге кірген кезде. Салауат айтып. Болмаса не болады, сол аяқпен кіріп кеттік десек, олар бізбен бірге кіреді екен. Біз оларды байқамаймыз. Кіреді екен де, жақын жерде дауыс ететін жындардың бәрін шақырады дейді шайтандар. Келіңдер, мынау үй біздікі бүгін. Жейтін тамақтары да біздікі болады, төсегі де біздікі деген сияқты да. Сонда үйге кіргеннен кейін олардың уәсуасы болады екен. Бізге бисмилла айтып ұмытып тұрып қояды. Бисмилла айтпай жейміз, сол қолмен жей береміз. Өзінің тәртіптері бар, оң қолмен жеу мысалы. Сөйтіп ол жындарға сол күні қонатын жерде, жейтінде, тамақта сол үйлері табылып тұр да, былай жатқан кезде да. Сонда мынау киімді шешкен кезде де бисмилла деп шешуіміз керек. Хадисте келеді, біз оқып жатырмыз. Мынау киімді бисмилла деп айтпай шешіп былай тастай салсақ, мәселен, олар үстінде кәдімгі ит ұясында жатқан сияқты жатады екен да, бұл киімнен ләззат алады екен, олар рахат алады екен да. Ертесін біз киетін болсақ, бисмилла айтпай тағы киіп кеттік, бізге уәсуасы көп болады екен. Даже осы киім арқылы әсер етеді. Әсер, осылай әсерлер. Бұл сол әрбір нәрседе бисмилланы айтқан көп дұрыс екен да.